мақсаты ұлттық мұраға ұқыпты қарайтын, ұлттық мәдениетті сақтайтын, жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, бәсекеге қабілетті, салауатты ұрпақ тәрбиелеу болып табылады. Сәлеметсіздер, құрметті ұстаздар, оқушылар, бүгінгі құндылыққа негізделген білім мен тәрбие форумына қош келдіңіздер. Құтты болсын қадамдарыңыз. Жасалып жатқан байқауға ерекше бір атсалысып дайындалып жатыр екенсіздер. Көптен көп рахмет. Еңбектеріңіз, жетістіктеріңіз бағалана берсін. Әрқашан тек биіктерден жоғарыдан көріне беріңіздер. Бүгінгі форум сәтті өтсін деп, барлықтарыңыз өз бойларыңызға жинаған қазақи ұлт дәстүрі, салт дәстүрімізді көрсетуге барлықтарыңызға үлес қосқандарыңызға көптен көп рахмет айтамын. Ұлттық құндылығымыз ол біз үшін жаңалық емес, біздің ата-бабаларымыздан мирас болып қалған, жаңғырып жатыр десек те артық емес. Ендеше біз өзіміздің құндылығымызбен мақтанамыз, өзіміздің дәстүрімізбен мақтанамыз. Біздің құндылығымызға қызығып, елдер сондай бір қызғаныш көзбен қарайтынын да естен шығармауымыз керек. Құлағымда қазақша үн, жүрегімде қазақша мұң, көңілімде қазақша сыр, қиялымда қазақша жыр, мінезімде қазақы қыр болмысында қазақы терезем тең, артық емес, емес кем. Сүйем, ойлайм, күлем, күйем, жылайм, қалайм, жырлаймын қазақша. Сезем, ренжим, бұлдайм, жазам, сынайм, талдайм, сыйлаймын қазақша. Қазақша өзіміздің еліміздің, жеріміздің тарихын білуіміз керек. Мен өлкемнің тарихын қазақы жан, тереземде артық емес, емес кем. Сүйем, ойлайм, білем, күйем, жылайм, қалайм, жырлаймын қазақша. Сезем, ренжим, бұлдайм, жазам, сынайм, талдайм, сыйлаймын қазақша. Өр намыстан жаратылған, баласының батырлығы ханның бойға таратылған. Алатаудай алашымның, қаратаудай баласымын. Қастерлі алашымның, қорғаймын бар асылын.
жетекшісі Совет Қуаныш Бирханның жас талант үйірмесін отан шақырамыз.